Сәлеметсіздер ме? Сіздерге бүгін азу мақсатында немесе салмақ қосу мақсатында бір күндік килокалорияңыздың қанша болу керек екенін, қалай есептеу керек екенін үйретемін. Өз килокалорияңызды білгіңіз келсе, әрі қарай менімен бірге болыңыз. Біз сіздермен кестені пайдалана отырып есептейміз. Мысалы, менің салмағым 72 килограмм деп алайық. Жоғарыдағы кесте бойынша өз салмағымызды, яғни 72 килограммды 10 санына көбейтеміз. Арасына қосу қойып, бойымызды, яғни менің бойым 163 сантиметр, 163-ті 6,25-ге көбейтеміз. Содан соң осыдан шыққан сандарды бір-біріне қосып қоямыз. Әрі қарай жасымызды, яғни менің жасым 31 жаста, 5 санына көбейтіп, осыдан шыққан санды жоғарыдағы қосылған сандардан алып тастаймыз. Енді шыққан саннан кесте бойынша әйел адамның белгісі тұрған жердегі санды, яғни 161-ді алып тастаймыз. Егер сіз ер адам болсаңыз, сіз оған 5 санын қосасыз. Бізде 1422,75 саны шықты. Осы сан сіздің ағзаңызды күні бойы ашығудан қорғайды. Енді келесі кестеге көшейік. Сіздің физикалық белсенділігіңіз қандай? Біріншісі минималды белсенділік 1,2. Яғни сіз көбінесе бір орында отырып жұмыс істейсіз. Екіншісі жеңіл жүктеме 1,3. Яғни сіз анда-санда ары-бері жеңіл тірліктермен қозғалуыңыз мүмкін. Үй шаруасы деген секілді. Үшіншісі аптасына 3-5 рет жасайтын тренировка 1,6. Яғни сіз аптасына 3 рет фитнеске баруыңыз мүмкін, және оның арасында кардио да жасауыңыз мүмкін. Төртіншісі күнделікті жаттығулар 1,7. Яғни сіз кәсіби спортпен айналысуыңыз мүмкін. Мұндай адамдар күнделікті жаттығады. Енді сіз осы жердегі қай типке жатасыз? Мен 3-ші типке жатамын. Яғни мен аптасына 3 рет фитнес жасаймын. 1,6-ны таңдаймыз. Енді манағы шыққан санға, яғни 1422,75-ге 1,6-ны көбейтеміз. Бізде 2276,4, яғни 2200 килокалория шықты. Осы сан менің салмағымды бір қалыпта ұстап тұрады. Яғни мен бұл калориямен не азбаймын, не толмаймын. Сіз өзіңізді, қазіргі салмағыңызды ұстап тұрғыңыз келсе, осы жерде тоқтайсыз. Ал егер сіз арықтау мақсат болса, сізде осы саннан 400 санын алып тастайсыз. Ал егер салмақ қосқыңыз келсе, керісінше 400 санын қосасыз. Мендегі мақсат азу. Сол үшін мен 400 санын алып тастаймын. Сонда менде 1876,4 саны шықты. Яғни мен бір күнде арықтауым үшін 1800 калорияны тұтынуым қажет. Менде бүгін сіздерге беретін ақпаратым осы. Егер сіздерге пайдалы болса, маған жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мені жоғалтып алмау үшін маған жазылып кетіңіздер.